Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytti: "Men sama Ramazan imanan ve ihtisaban, gufira lehu ma taqaddama min dembi." Kim Ramazan ayının orozosun tutsa, iman menen, mındayça aytkanda Allah'ın hükümüne işenim keltirip, bu Allah'ın buyruğu. Кейбір адамдар денсаулық үшін қармап қояйлы, экономикада болады екен, мындай болады екен. Жо, бұл өзінен өзі бола берсін. Бирок бұны біз Алланың фарызы, мені жаратқан заттың бұйрығы, бұл аламдың қожойының өкімі деп егерде ораза қарамасақ, анда бұл бөлек кеп. Ушинтип қармашыбыз керек, иманан деген сөзден. Ихтисабан, Алладан үміт қылабыз. Үміт қылып, эмнени үміт қылып, соопторун, разычылығын, берекесин, бейишин үміт қылып, даражаларды, белектерін үміт қылып, дозықтың құтылуыны үміт қылып, қармай тұрған болса, ким иман, ихтисап менен қармаса, аны мұрынқы барды күнделері кечирилди деп атпайбы.